Біздің қазіргі қоғамда қаншама отбасылы әйелдердің жүріс жасайтындығын кешегі өзімнің соңғы салған видеомнан кейін жекеме көптеп келіп жатқан хаттар арқылы біліп отырмын. Бір анамыз менің келінім бір-екі баласымен менің балама сүйемін деп тұрмысқа шығып алып, менің баламнан да бір-екі бала көріп, барлық баласын менің балама қаратып үйде отырғызып қойып, өзі жұмыс жасаймын деп жұмысын сылтауратып, жұмысында жүріс жасап жүр. Өзім әйел заты болғаннан кейін оны сезіп те, көріп те, біліп те жүрмін. Бірақ балама айта алмаймын десе, тағы бір анамыз менің келінім өз аузымен айтты: сенің балаңды жақсы көрмеймін. Мен өзімнің бұрынғы жігітімді жақсы көремін. Сол жігітіммен кездесу үшін төркініме көбірек барып жүргенім. Сондықтан бұл жігітім менің барлық қажеттілігімді өтейді, барлық жағдайымды жасайды, көңілімнен шығады деп айтты. Мен арада балалар болғаннан кейін балалар жетім қалмасын деп, баламның жүрегі ауырмасын деп, барлық ішіме жұтып, уайымды қан жұтып жүрмін деп отыр. Азаматтарымыз, мен әйелімнің қанша еркектермен сөйлесіп жүрген жазбаларын ұстап алдым, бірақ әйелім мойындамайды. Ажырасайын десем, арада балалар бар, және онымен қоса қарт ата-анамнан қартайған шағында жүректерін ауыртып айырылып қаламын ба деп айта алмай, барлық уайымды ішіме жұтып, амалдың жоғынан өмір сүріп келе жатырмын деп жүрген азаматтарымыз да бар екен. Сондықтан мен осыны алмасам өлем, мен осыған тимесем өлем дегеннің барлығын тоқтатып, ата дәстүріміз бойынша үлкендер таныс жерге жастарымызды беріп, жастардың басын қосқан дұрыс. Егер шын махаббатпен сүйіп қосылған жастар болатын болса, олар ешқандай кедергіге қарамай бақытты болушы еді. Сол себепті біз өзіміздің ата дәстүрімізді, тәрбиемізді, салт дәстүрімізді, отбасын құрудағы мәдениетімізді қайта жаңғыртайық.